Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі үстелдің көркін келтіретін баклажаннан рулет дайындайтын боламыз. Бізге 2 баклажан қажет, және де оны видеодағыдай осылай тазалап, ұзынша етіп кесеміз. Содан кейін 2 жұмыртқа аламыз, немесе жұмыртқаңыз үлкен болса, біреу жетеді. Оны жақсылап араластырамыз. Кейін панировканы алып, тарелкамызға орналастырып аламыз. Енді противнін дайындап, бетіне пергамент қағазын дайындаймыз. Одан кейін жұмыртқамызды, панировкамызды аламыз. Баклажанның бір-ақ жақ шетін осылай бірінші жұмыртқаға, одан кейін панировкаға малып, екінші жақ шетімен пергамент қағазына орналастырамыз. Бәрін осылай видеодағыдай етіп, әдемілеп, тізіп орналастыратын боламыз. Енді 180 қызып тұрған пешімізге 15-20 минут пісіріп аламыз. Баклажанымыз піскенше осындай салма дайындаймыз, яғни бізге салат жапырақтары қажет. Осылай ұзынша етіп, үлкен етіп турап аламыз. Одан кейін қызанақты алдымен 2-ге бөліп, содан кейін осылай жарты сақина етіп кесеміз. Ал одан кейін соус дайындайтын боламыз. Бізге укроп қажет. Ұсақтап тураймыз. Одан кейін чесногымызды алып, оны да ұсақ етіп тураймыз. Ыдысымызды дайындап, ізімізді саламыз. Кішкене тұз. Одан кейін жаңағы тураған укроп пен чеснокты салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің баклажанымыз дайын болды. Енді баклажанымызды осылай видеодағыдай етіп, алдымен соусымыз жағып, одан кейін салат жапырағын салып, одан кейін қызанақты салып, осындай әдемі рулет етіп орап аламыз. Бәрін кезек-кезегімен видеодағыдай етіп ораймыз. Егер де сіздерге рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ал сіздерге ас болсын.